Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен 95-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздерді қайталайтын боламыз. Ал балалар, бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. 3 бала. Бір ауылда 3 бала, олар құрдас 3 жаста. Бірақ олардың қылықтары 3 басқа. Біріншісі шыңқ етпе, тиіп кетсең жылайды. Екіншісі бір қыңыр, ақыл айтсаң тулайды. Үшіншісі елгезек, бәрімізге ұнайды. Бұл өлеңнің авторы Нұрхан Жанаев. Ал балалар, ендеше өлеңде не туралы айтылған? Өз ойымызды айтайықшы. Бұл жерде 3 бала туралы айтыпты. Бір ауылда 3 бала тұрады екен. Олар бір-бірімен құрдас, үшеуінің жасы бірдей екен. Бірақ олардың қылықтары 3 басқа дейді. Біріншісі тиіп кетсең жылайды дейді. Екіншісі ақыл айтсаң тулайды, қыңыр мінезді дейді. Ал үшіншісі ақылды, ол бәріне ұнайды дейді. Сол үшін балалар, қыңыр қисық мінезімізді түзеп, тиіп кетсе жылайтын мінезімізді түзеп, елгезек, ақылды бала болуға тырысайық. Барлығына ұнайтын бала өте жақсы бала. Екінші жаттығу. Мақалды көркем жаз. Бірінші байлық денсаулық. Ешінші байлық бірінші байлық. Бірінші сөзі нешінші деген сұраққа жауап беріп тұр. Олай болса, бұл заттың санын білдіретін сөз болып саналады екен. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, дәптермен жұмыс жасап, 3-ші жаттығуға қара. Көп нүктенің орнына суреттерді қойып, сұрақтарға жауап бер. Мағжанда қанша асық бар? Мағжанда 3 асық бар. Тауықтың неше балапаны бар? Тауықтың балапаны 4. Торда неше құс отыр? Торда 1 құс отыр. Осыларды сұрақтарға жауап бере отырып жазсақ болады. Міне балалар, көп нүктенің орнына суреттерді, суреттің қойылған суреттердің орнына өздерің осы байланысты сөздерді қойып, сөйлем құрап, үй жұмысында жазсаңдар болады. Мағжанда қанша асық бар? Мағжанда 3 асық бар. Тауықтың неше балапаны бар? Тауықтың 4 балапаны бар. Торда неше құс отыр? Торда 1 құс отыр. Жарайсыңдар балалар. Осылай жаза отырып, тапсырмаларды орындаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ойларыңызды, ақпараттарыңызды бөлісе тұрыңыздар.